сіздермен құрметті көрермендер, сіздермен бірге Жасыл Сақшы. Біз бүгін Нұр-Сұлтан қаласындағы 37-ші мектеп лицейдеміз. Бүгінгі таңда мектепте Сарыағаста пилоттық жобасы жүзеге асырылуда. Жобаның негізгі серіктестері оператор ОКМ, Clean City және Радуга компаниясы, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы білім беруді жаңғырту орталығы мен Жасыл Ұлан республикалық қоғамдық бірлестігі. Жоба барысында Радуга компаниясы мектептегі 100 отбасына арнайлап осындай сары түсті пакеттерді берді. Жобаның қалай жүзеге асырылып жатқандығын бірге көрейік. Қазіргі таңда біздің мектебіміз Сарыағаста жобасы аясында тәжірибелік алаңға айналып отыр. Екінші апта жұмыс жасап жатырмыз. Біз мектебіміздегі қоқысты сұрыптап жинау туралы жұмыстарымыздың нәтижесіне қарай осы тәжірибелік алаңға ендік. Бірінші оқушыларды ерікті түрде таңдап алдық. Олар өз қалауларымен белсенділік танытып, жобаға қатысуға келісім жасады. Содан кейін ата-аналармен бірге, отбасымен бірге біз Zoom платформасы арқылы ол кісілердің барлығына түсіндіру жұмыстарын жүргіздік, ұйымдастырдық. Табиғатты қорғау біздің басты міндетіміз деп түсінемін. Егер де әрбір адам қоршаған ортаны аяулап ұстаса, және де бір тамшы үлесін қосатын болса, өте керемет. Жер-анамыз риза болушы еді, және гүлдене түсуші еді. Және де балаларымыз, өзіміз де көп жаңалықтарды осы жоба арқылы біле бастадық. Қай қалдық қайта өңдеуге жарайды. Бұлардың ішінде шыны, картон, темір, алюминий, қағаз деген тәрізді қалдықтар. Сондай-ақ біз қазіргі таңда оқушыларға және ата-аналарға осы сұрыптап жинауды түсіндіру мақсатындағы онлайн отырыстарды өткізіп отырмыз. Ол кезде біз ата-аналардың тікелей сұрақтарына жауап береміз, оқушылардың пікірлерін тыңдаймыз. Қазіргі жұмыс барысындағы туындап отырған кейбір қиындықтар болса, мәселені біз серіктестермен бірге шешуге тырысып отырмыз. Мен осы жобада волонтермін. Менің қызметім ұстаздармен және де оқушылармен жұмыс жасау. Біз осы жобада оқушылармен экологиялық ойындар, квесттер және де жарыстар өткіземіз. Осы ойындар арқылы оқушылар сұрыптап жинауды үйренеді. Бұл қиын жоба емес. Барлық ата-аналарды, қала тұрғындарды шақырамын. Әр бастаманы өзімізден бастайық, өз отбасымыздан бастайық. Бізбен бірге Сарыағаста.